Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен енемнің рецепті бойынша жұмсақ әдемі булочка дайындаймыз. Міне қараңыздар, өте керемет, әрі пышный, жұмсақ. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Менің бір жасағаннан сәтті шығатын рецептім. Ал енді булочканы дайындауды бастайық. Бірінші, сүтті жылытып аламыз. Міндетті түрде сүт жылы болу керек. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ал енді үстіне шекерді саламыз. Шекерде жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ал енді үстіне жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның мөлшері өз қалауларыңыз бойынша. Мен 3 жұмыртқа салдым. Тағы да бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ал енді қопсытқыштарды қосамыз. Дрожжымызды, аштығымызды, одан кейін разрыхителді қосып, үстінен ұнымызды салып, бастапқыда венчикпен жақсылап қою малжың масса болғанша араластырып аламыз. Ұн міндетті түрде елгезектен өткен болуы тиіс, және ұнды бөліп салған өте пайдалы. Міндетті түрде венчикпен араластырып, қою малжың масса болғанша қозғай береміз. Одан кейін лопаткамен біраз қозғап болғаннан кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Оның бетін жауып, жылы жерде қоямыз. Сәлден кейін міндетті түрде қолымызды пісте маймен майлап, осы біздің дайындаған қамырымызды кері қайтарамыз. Жақсылап кері қайтарамыз. Міндетті түрде маймен кері қайтаруымыз керек. Бетін жауып бірнеше секундтарға, сағаттарға қоямыз. Одан кейін біздің булочкамыз әдемі болып көтеріледі. Және біз осы қамырымызды тастайтын жерді жақсылап майлап аламыз да, бүкіл бар қамырды тастаймыз. Және оны пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Жалпы булочканы өз қалауларыңызша дайындайсыздар. Мен сіздерге қазір бірнеше үлгісін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Бірнеше бөлікке бөліп болғаннан кейін, міне мен көрсеткендей ұзын формада барлығын дөңгелек етіп, ирелек қылып, осылай қамырымызды жаямыз. Осылай айналдырамыз. Бірінің үстінен бірін өткізіп айналдырамыз. Яғни гүлдің формасын жасаймыз. Осылай дайын болады. Енді бұны табамызға қоямыз. Табамызда майлаудың қажеті жоқ, яғни бұның құрамында май болғаннан кейін ол жабыспайды. Мен сіздерге тағы да бір үлгісін көрсетейін. Жақынырақ қарап алыңыздар. Жақсылап қолымызды, екі қолымызды алып, екі саусағымызды, соның арасына қамырды кіргізе отырып айналдырып, гүл формасын жасаймыз. Қамырды бірінің үстінен бірін өткіземіз. Осылай барлығын жасап шығамыз. Осылай барлығын реттеп болғаннан кейін бөлме температурасына 30 минут қойып, бетін жауып қоямыз. Біздің булочкаларымыз әдемі болып көтерілу керек. Жақсылап көтерілгеннен кейін пешке 220 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде бастапқы кезде пештің градусын бәсеңдетеміз. Яғни 180 градуста бастап пісіреміз, одан кейін жайлап градусын көтере бастаймыз. Міне осылай әдемі болып көтеріліп булочкаларымыз піседі. Пісіп болғаннан кейін табамызды алып, бетін жұмыртқаның сарысымен шекер араластырып жағып шығамыз. Яғни беті әдемі болып жылтырап тұру үшін. Және біздің булочкамызге әдемі әр беру үшін, түр беру үшін осылай жасаймыз.
жұмыртқамыз бен құмшекер араласқан сиропымызды жаққаннан кейін бетіне күнжіт немесе макси бөлеріңізге болады. Өз қалауларыңыз, тек сол сиропты жағып қана қойсаңыздар да болады. Ал міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Енемнің рецепті бойынша мен жасап шықтым. Мінекей, қараңыздар, өте жұмсақ, үлпілдек, әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы.